қаласа боласыз, бәрі сізге байланысты. Қорқам демей жасап үйренетін болсаңыз, обязательно сақталады. Қазір мен IGTV-ге сақтап жатырмын. Ендігі қазір мен сіздерге инструмент беремін, достар. Инструмент обязательно. Өйткені, достар, пока бәріңіз кіргенше, кейде мать учения повторения дейді орыстар. Неге мать учения повторения дейміз? Өйткені бір нәрсені бойыңа сіңіру үшін қайталау арқылы сіңіресің. Неге қайталау арқылы жақсы сіңет дейді. Осы мәселе өте керемет та. Так что ештеңкеден жалықпай қайталау арқылы үйреніңіздер. Осы өте маңызды, құндылығы да маңызды. Сіздер ойлайсыздар ғана бір керемет болып кетті деп. Ол керемет болып кеткен жоқ. Ол жасады, ол үйренді, сөйтіп ол үйренді. Түсініңізші, сізде де уақыт бар, сізде керемет болып кете аласыз. Анау айтады ғой великий адамдар, сен дейді жетістікке жеткен адамның успех оставляет улики дейді. Ол деген жетістікке жеткен адамның оның ізі бар дейді. Не обязательно сен оның жасаған дүниесін күнде жайлап бойыңа сіңірші, сені де ол дүние жетістікке жетелейді дейді. Түсініңіздер ма? Енді бәріміз кіріп болдық қой деймін, қалғандары что-то түсінбеді ғой деймін. Обязательно. Так, кеттік. Өйткені бұлай мынандай нәрседе жетістікті тез күтпеу керек. Оның құны бар, оны жасап үйренейік. Бірінші өзіміз үйренейік. Өзіміз үйрету арқылы ол дүниені тарта бастаймыз. Болды. Сосын кейін бар, осы жерде усилия деген нәрсе бар да, оған еңбекпен келетін дүниеде бұның бәрі. Осы нәрсені бізге үйрену керек бізді, осы нәрсені жасап. Еңбекпен келетін дүниені бізге жасап үйрену керек та. Ал еңбексіз еш нәрсе келмейді, достар. Вот сол нәрсені түсініп алыңыздаршы. Түсініңіздер ма? Ал онда кеттік, достар. Мен сіздерге нені көрсеткім керек болып тұр қазіргі таңда. Қазір мен камераны бұрамын. Қараңыздар, достар. Мұны үйіңізде доска жоқ болатын болса, сразу тоқталып кетейін. Өте жеңіл формат. Мұны қағазбен де презентация беруге болады. Не обязательно доска. Доска болса керемет болады. Ал енді мынау сіздің, қараңыздар, мен жазып көрсетем. Бірінші, мынау презентацияңыз деп айтайық. Любой компанияңызда сізде презентация бар. Презентацияңыз. Енді бірінші презентация. Екінші ол қалай айтылу керек презентация? А дейін, подпункт А. Бірінші А. 2-3 минут. Историяңды айтасың. История. Тағы бір рет қайталап жіберейін. История. История дегеніміз не? Өзіңнің өмір баяныңды. Ол жерде қысқа нұсқа. Бұрын қайда жұмыс жасадың? Бұрын қайда жұмыс жасадың? Қазір не үшін келдің? Жүйелі маркетингке. Осыны айтыңыз, қысқа нұсқа болды. Ал енді мен сізге айтайын, бұл неге маңызды? Жазып алдыңыздар ма? 2-3 минут. Бұл неге маңызды? Мен осыған тоқталғым кеп тұр, достар. Потому что презентацияға қатты тоқталғым кеп тұр. Презентацияға қатты тоқталғым кеп тұр. Неге бұл маңызды айтайын ба сізге? Өйткені история. Мен сіздерге айтайын бір нәрсені. Сіздің шақырған адамыңыз, сіз презентация оқыған кезде ол компанияға келмейді. Ол бір продукцияға келмейді. Ол сізге келеді ең бірінші. Ең бірінші сіздің сөйлеу манераңызға келеді. Екінші сіздің историяңызға келеді. Үшінші, енді по порядку қойын, ең бірінші сіздің түріңізге, вниманияңызға, жаңағы сервисіңізге келеді. Киіміңізге, жалпы киім үлгісі, ол да құрал. Қалай осы солай бар болмайды встречаға. Қалай болсы солай встречаны өткізге болмайды. Хоть онлайнмен. Достар, мына дүниені онлайнмен де, офлайнмен де жасаңыздар. Онлайн дегеніміз не? Онлайн дегеніміз өстіп кездесу. Ол да кәдімгі офлайн кездесу сияқты. Прям телефонмен кездесесіздер өстіп. Мен оның бәрін сіздерге берем инструментті. Ал енді, жаңа айтып кеттім, бірінші сен құралсың, екінші сенің манераң, четко сөйлеуің,
Сенің құралың үшінші құрал. Көп адамдар сатып алады. Ол сенің историяң. Ол сенің өмір баяның. Өйткені қараңызшы бір нәрсені. Сіз, допустим, барлықтарыңыз Құда қаласа презентация оқисыздар. Презентация оқып үйренбейді екенсіз. Иә? Мен сізге айтайын, сіз бұл бизнесте ақша таппайсыз. Түсініңізші? Так что сізге ол маңызды оқып үйрену. Өйткені ол ақшаның алып келетін дүние. Содан қашпаңыз. Сізге наставниңіз презентация үйретем дей ма? Наоборот, ақша табуды үйретеді деп барыңыз. Ақша табуды үйретем деп барыңыз. Психологияда маңдайда көп адамдар жүйелі маркетинг, вообще дополнительный доходқа адамдар тегісі келеді, бірақ біздің подход дұрыс емес. Ал сен мен саған ақша табуды үйретем. 1-2 айдан кейін осы нәрсені үйреніп айтатын болсаң, мен саған гарантия берем, сен ақша табасың деп айтшы бір адамға, уверенно. Не дейді? Үйретші дейді сізге. Түсіңіздер ма? Сенің уверенный әңгімең, уже сен ақша тауып атсың, оны сен үйрете аласың. Қалай үйретесің? Презентацияны оған айтқызу арқылы. Міне бірінші қадам, достар. Осы фундамент бизнеса дегеніміз осы, достар. Түсіңіздер ма? Ал история не үшін маңызды, мен сізге айтып кетейін. Достар, бер қараңыздар. Мен кішкене тамырлы сіздерге обучение беріп атырмын. Түсіңіздерші? Тамырға түсіріп атырмын. Өйткені мынау эмоцияда, энтузиазмда, бүйтіңдер, сөйтіңдер, давай, вперед деп айтатын болсақ, ол жақсы, деп, оны да бере аламыз. Бірақ сен конкретно не істеу керек екен, маңызды екен түсінсең, саған жасау жеңіл, да? Сол үшін мен сізге осы тамырлы обучениені беріп атқаным сол, кішкене углубляться етіп атырмын, достар. Тамырына түсейін, жік-жігіне бөліп түсіндіріп берейін деп. Бүгіннен бастап сізде кейбіреулеріңіз инсайт болады, осознанность келеді. Шынымен де үлкен өзгерістер бола бастайды. Өмір баян не үшін керек? Мен сізге айтайын, адамның презентация айтып атқан кезде историясын сатып алады адамдар. Менде мынандай болған, мен презентация айтып отқан кезде, мен военныймын, старшина роты болған военныймын деп айтып отсам, сол жерде военный адамдар отыратын болса, қандай болады, дейсіз ба? Бүйтіп қарап отырады. Ничего, адам психологиясы былай жұмыс істейді, достар. Өзіне ұқсас адамдарды іздеп отырады. Әрдайым адамдар өзінің құндылығына бар, өзі сияқты көзқарасы бар адамдарды іздеп отырады да. Егер мен военный деп айтсам, сол жерде военныйлар отырса, құлағым тұрып, мәссаған, мен оған пікір берем. Мынау военный, мен сияқты. Ол бизнесте жетістікке жетіп жатыр екен. Мен сияқты военный ғой деп мен оған жақын болам да. Сөйтіп маған симпатия оянады да. Сол сияқты сіз мұғалімсіз ба? Мен мұғалім болғам деп айтыңызшы презентацияда. Мұғаліммін деп. Сол кезде сол жерде мұғалімдер отыратын болса, мен сізге айтамын, психология бойынша олар бүйтіп қарайды. Сіз айтасыз, мен математика пәнінің мұғалімімін десеңіз, сол жерде математика пәнінің болса, мұғалімдер отырса, бүйтіп қарап отырады сізге. Так, мынау мен сияқты екен ғой. Келгеніне жаңадан екен, мұғалімдіктен келіп бизнесте уже тірлік істеп жатыр екен. Сіз оған пікір саласыз. Сол сияқты кәсіпкерсің ба? Мен базарда бутигім бар, кәсіпкермін. Сол жерде базардан адамдар тұрса, кім жақынсыз, сіз жақынсыз. Түсіңіз ба? Бұл психология, достар. Осыны, өйткені өмір баян деген маңызды деген осы. А көп презентациялар байқам, шығатта, деп айтады. Жоқ, достар. Кішкене простотаны көрсету керек. Қаяқтан келдің. Лидерлерге де айтатын, простой болыңыздар. Сіз неғұрлым простой болып, просто жеткізетін болсаңыз, соғұрлым сіздің командаңызда көп адамдар көп болады. Өйткені сіз оған пікір бересіз. Түсіндіңіз ба? Сол сияқты өмір баян дегеніміз осы история. Оны дұрыс қысқа нұсқа айтыңыз. Обязательно айтыңызшы. Обязательно мен айтқандай болады сізге. Мен гарантия берем 1000%. Түсіндіңіз ба? Вот жеңіл жеткізу простота дегеніміз осы. Ұялмаңыз. Мысалы, медсестрасы ба, санитарка болып істедім деп айтыңыз. Үйде отырсаңыз, үйде отырған домохозяйкам ДХИ-да оқимын деп айтыңыз. ДХИ деген домашний хозяйственный университетте оқып жүргеніме 5 жыл болды деп айтыңыз. Үйде отырған домохозяйкам, қараңызшы, отырып осы профессияны меңгергім келді. Сөйтіп қазіргі таңда осынша ақша таба бастадым. Үйде отыру арқылы. Сол кезде үйде отқан сіз сияқты домохозяйкалар болатын болса, олар қарайды да, так, мынау мен сияқты домохозяйка, мынау да тірлік бастапты, қой,
маған да бастауға болады екен ғой деген сіз пікір бересіз ғой, түсіндіңіз ба? Барлығына сөйтіп пікір бересіз. Вот осыны түсініңізші, өмірбаян деген өте маңызды деген осы. Ал енді екінші мәселені айтқым келіп тұр, достар. Екінші мәселе, түсініңіздер ғой, жазып алдыңыздар. Енді екінші мәселе, достар. Мен сіздерге екінші көп компанияға бір схема керек та. Мен сіздерге қазір бір схеманы айтам да. Менің өміріме өзгеріс алып келген. 2 күн ұйықтамаған схема. О схеманы қанша лидерлер пайдаланады? Сіздердің араларыңызда да лидерлер бар. Бірақ пайдаланып жүрген жоқ шығар солар деп ойлаймын да. Ал пайдаланған адамдар да ол схема, тек қана схема емес, мынандай екінші инструмент бергім келіп тұр. Өзімнің сол инструмент арқылы мыңдаған адамдарды жаздым. Осы жерде отқан адамдардың кейбіреулері біледі ол инструментті. Мен соны қайтадан көрсетейін деп жатырмын. Осы инструментті презентацияңызға қолдансаңыз, мен сізге айтайын, керемет болады. Түсініңіз ба? Қолдансаңыз болсаңыз. Ол психологический инструмент та, адамды сізді жақындататын инструмент та. Сол схеманы бергім келіп тұр. Көптеген адамдардың өміріне, санасына пікір қосып, өміріне өзгеріске алып келген схема. Сол схеманы бергім келіп тұр. Қазір беріп алғаннан кейін барып, мен маңыздылығына сіздерге тоқтаймын. Барлықтарыңыз соны жасап үйренетін болсаңыздар, обязательно құм сағат, обязательно. Потому что келген адамға ақпаратты жеңіл түсіндіру керек. Сол психологический схема арқылы оның санасына кішкене пікір беру керек. Түсініңіздер ма? Ал енді мен сол құм сағатты сіздерге көрсетіп жіберейін. Қалай адамды салыстырмалы түрге өз бизнесіңізге тез баулып алуға болатын схеманы көрсеткім керек болып тұр, достар. Сосын құндылық беремін мен сіздерге. Хорошо? Қараңыздар, достар, 2-3 минут дедік қой. Кеттік. Енді қараңыз. 2-3 минут. Екінші, өз-өзіңізді таныстырып болдыңыз ба? Болды. Ал енді мен сіздерге адамдардың өміріне көп өзгеріс алып келген бір схемамен бөліскім келіп тұр. Менің де өміріме себепкер болған деп мен бастаймын да, сол схемаға. Бірінші промоушн жасаймын да схемаға. Сөйтем да, мынандай ол схема деймін. Бүйтіп, так, ыңғайлы болу үшін, так, қараңыздар. Былай, құм сағат. Былай. 2 құм сағат сызған. Мені қараңыздар. Не обязательно художник болу, бүйтіп, любой құм сағат сызалат шығар. Қазіргі таңда. Қараңыздар, мені 2 құм сағат. Енді, мына жерге жұмыс деп жазам. Жұмыс. Мына жерге бизнес деп жазам. Кәсіп. Бизнес. Осы жерге бизнес деп жазған кезде өз компанияңыздың атын жазып қойсаңыз болады. Қандай компания? Соны мына жерге жазып қойыңыз. Өйткені психологически уже компанияңызға үйрете бастайсыз. Ал енді бизнес пен жұмыстың айырмашылығы неде? Осы схеманы мен естіген кезде, достар, шынымен де бұл менің өміріме өзгеріс алып келді. Көптеген адамдар бұл схема арқылы үлкен өзгеріске алып келді. Өйткені осы схема сіздерге себепкер болады. Жұмыс, бизнес. Ал енді маңызды 4 фактор бар екен. Жұмысқа жұмсайтын, бизнеске. Ең бірінші фактор, қалай ойлайсыздар? Қайтарылып келмейтін, өте бағалы, елдің бәрі өкініп атқан фактор. Ол қандай фактор? Ол, мен сіздерге айтайын, уақыт. Уақыт, достар. Уақыт. Ең бірінші фактор. Екінші фактор, ол жұмысқа жұмсалатын 4 фактор бар, достар. Бірінші фактор уақыт. Қайтарылып келмейтін өте маңызды нәрсе. Сол үшін уақытты дұрыс пайдалану керек деп атқаным сол. Жұмысқа жұмсалады. 90%-ке екінші фактор тоже маңызды, қайтарылып келмейтін, ол не? Денсаулық, достар. Денсаулық. Үшінші фактор, ол не? Ол, достар, ілім-білім. Енді сіздерге сұрақ, жұмысқа кіру үшін диплом керек па? Обязательно. Ілім-білім болмаса, ешкім сен жұмысқа алмайды. И төртінші фактор, не үшін жұмыс жасаймыз? 80-90% жұмыс істейміз ғой барлықтарымыз. Не үшін? Ақша үшін. Ақша керек па жұмысқа? Обязательно.
Осы 4 факторды жұмысқа салған кезде біз не үшін жұмыс жасаймыз? Не үшін жұмыс жасаймыз? Именно ақша үшін. Мына жерге пенсия деп жазып қоям, оған келеміз, қысқа нұсқа. Ал енді көптеген адамдар осымен айналысады. 80-90% осы дүниемен айналысады. Жұмыс жасаймыз, дұрыс па? Ал енді көзімізге елестетейікші, егер сіз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, мына жерге өмір сызығы дейін мен. Бүйтіп сызып қояйын. Өмір сызығы. Адам 20 жастан бастап 60 жасқа дейін, енді статистикада барлықтарым жұмыс жасайды екенбіз, плюс-минус деп есептей беріңіз. Ортада 40 жыл уақыт кетеді екен, 40 жыл. Ең керемет уақыт, қай уақыт? Осы 40 жыл екен, достар. Жастық шағыңда, бала шағаңның кішкентайлары, жаңағы кішкентай кезі осы 40 жыл уақыттың ішінде кетеді екен, Осы 40 жыл уақыт мынау жұмысқа жұмсалады екен, түсініп тұрсыздар ма? Ал енді итогында есептейікші. Сіз егер осындай жұмыс жасап жүрсеңіз, ертең болашағыңызды өзгерте аласыз ба? Деген мен сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Хорошо, сіздерге сұрақ. Қазақстанда қазіргі таңда средний айлық қанша деп айтасыздар? Мен айтайын, чтоб саналғанға дұрыс болсын деп. $200 деп алайық. $200. Дұрыс па? Оны көбейтемін. 12 айға көбейтемін 40 жылға. 40 жылға. Сонда не болады? Қалай ойлайсыздар? 40 жыл жұмыс жасап, егер сіз күніне $200 табатын болсаңыз, сіз 40 жылда қанша ақша табам деп ойлайсыз? Мен сізге есептеп берейін. Бұрын мен $100 деуші едім. Қазір кішкене көбейттім. $96,000 екен. $96,000 табады екенбіз, достар. $96,000. Ал енді айтыңызшы, 40 жылда егер айына $200 айлық аласыз, осы $96,000 сіз пенсияға шыққанда қалтаңызда қала ма? Соны айтыңызшы. Жоқ, қалмайды. Неге? Өйткені тамағымыз бар, қазіргі таңда кредитіміз бар. Кредит деген проблема қосылған, қазір мен оны проблема деймін, кредитті. Сондай тойымыз бар, қазақпыз, неше түрлі нәрселеріміз бар. Осының бәрін минусовать еткен кезде көп статистика бойынша 80%-ымыз пенсияға немен шығамыз? Нөлмен шығамыз, достар. Нөл. Итогында айтыңызшы, көп адамдар осылай өмір сүреді. Не таптық? Пенсия? Жақсы. Құдайға шүкір, пенсияға жеткенде бар, жетпегенде адам бар, Дұрыс па? Ал енді сонша жұмыс жасап жүріп, міне, даже мынау ақша қалтамызда қалмайды екен, $96,000. Өстіп 70-80% өмір сүреді. Ал енді сізге сұрақ. Сіз жұмыс жасайсыз, жұмыс істейсіз. $200 айлықпен сіз ертең өміріңді өзгерте аласыз ба? Жоқ. Бірақ сіз өміріңізді өзгерткіңіз келіп тұр. Бірақ ақшаңыз жоқ. Бір бизнеспен айналысқыңыз келеді. Біздің компанияға не береді сізге? Біздің компания деп сөйлейсіз ғой енді. Біздің компания, міне, уақыт. Керек па уақыт сіздің компанияңыз? Керек. Мынау 96,000, қараңыздар, дұрыс айтыңыздар. Мынау $96,000 айтыңызшы, сіздің компанияңызда қанша жылда табуға болады? Мен бетейін, 1 жылда тауып атқан адамдар бар. Сіздер оны білесіздер. 2 жылда тауып атқан адамдар бар. Мен бет жазып қойын, 3 жылда деп жазайыншы, 3 жыл деп. Хорошо? Статистика средний. А еріншектерге 5 жыл деп айтайыншы. Еріншектерге, жалқауларға. Егер жасаса, біздің айтқанымызды сізді тыңдаса, 5 жылда или 3 жылда сіз мұна $96,000 таба аласыз. Рас айтып тұрмын ба? Рас. Сіздің компанияңызда наставниктер бар ма? Спонсорлар сондай ақша тауып жүрген? Бар. Енді үш жерде сол фактын айту керек та, пәленше 1 жылда осындай жетістікке жетті. Міне, 3 жылда. 1 плюс па? 1 плюс. Қараңыздар, адамдарға факты керек. Мына инструментті мұқият үйреніп алыңыздаршы. Бұл керемет дүние сіздер үшін. Дайын дүние.
Екінші, бизнеске сіздің компанияңызға келген кезде, сіздің компанияңызға бизнеске, вот, керемет, 420 мың доллар дейді. Не деген ақша анау? Түсініп тұрсыздар ма? Сіздің көп компаниялар продукциямен айналысасыздар, иә? Көп сотқан. Енді денсаулығыңыз кете ма сіздің компанияңызға келген кезде? Жоқ, кетпейді. Наоборот, сетевой компаниялардың продукциясы өте керемет болады. Сіз наоборот денсаулығыңызды дұрыстайсыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Денсаулық дұрыстала ма? Екінші плюс. Қазір Құдайға шүкір елдің бәрін көзі ашық, достар. Просто преимуществосын көрсетіңіз, пользасын. Болды. Үшінші, ілім білім керек па? Диплом сұрай ма? Жоқ. Керек жоқ. Өйткені өз жерде компанияда сені басында тегін үйретеді ақша табуды. Сіз айтыңыз, қай бизнесте ақша табуды үйретеді вообще? Үйретпейді. Үшінші плюс па? Ақша тапқың келе ма? Деген сұрақ. Біз үйретеміз. Самый главный уақыт бөл, үйренесің. Бәленбай мың адам үйренген. Точка, точно сөйлеңіз. Төртінші, ақша керек па бизнеске? Керек. Көп емес. Ары кетсе, мысалы, 250 доллар, может быть, 300 доллар. Неге? Өйткені бұл бизнеске вложение жасау керек. Бірақ сіз 250 долларды салған кезде риск равен 0 дейм. Реально продукт аласыз. О продукт ішіп жеп көрсеңіз болады. Енді осы жерде тоқталғым келіп тұр енді сразу же, да. Бірақ оны маркетинг планды түсіндірген кезде айтады бұл нәрсені. Кейінірек тоқталам, да, осыған. Продукт аласыз, зато алған продукцияңызға компания өмір бақи сізге доступ береді. Неге? Дивидендке. Дивиденд алып отырасыз. Салғаныңыз үшін реальный продукт аласыз. Ол денсаулығыңызға біріншіден пайдалы. Соңын компания айтпайды ғой сізге, продукт алдың, бәрін жеп қой, ішіп қой деп. 3-4 продукцияны алып, өзіңе пайдалансам болады, қалған саған ақша керек па? Рекомендация жасады, сатып жіберді, қалған өз ақшаңды қайтар. Сол үшін мен айтам, риск равен 0 деп. Міне, осындай керемет 4 плюсы бар. Керемет осындай 4 плюсы бар бұның. Қараңызшы. Не үшін? Мен сізге айтайын, бұл схема неге маңызды, достар? Неге маңызды бұл схема? Өйткені мен сізге айтайын, екінші этапта мен бір байқадым да, встречаларда сразу маркетинг планды көрсетіп кетеді да. Дұрыс емес, достар. Диалог деген нәрсе бар. Құда қаласа, екінші ма, үшінші обучениеда мен сіздерге қалай встреча жасауды үйретем. Диалог деген нәрсе бар да. Диалог дегеніміз, встречаға сен шықтың ғой, презентацияға. Бірінші өзің таныстырдың, историяң четко айттың, Екінші, да, сіз жаңағы схеманы көрсетесіз да. Өйткені ол схема адамдардың өміріне көп өзгеріс алып келген да. Ол көз ашылады да, сіз оның көзін ашасыз да, түсіндіңіз ба? Осы жерде сіз аудиториямен диалог ұстайсыз ғой. Любой адамды сіз ойландырып жібересіз да. Ойландырып, ол ойланып қалады, достар. Сол үшін мен мына құмсағатты, бұның авторы мен наставнигім, сосын бұның авторы менмін. Көп адамдарға осыны берем құмсағатты. Достар, бұған немқұрайлы қарамаңыз, осы құмсағат да, сіз айтып үйренсеңіз, осы сізге себепкер болады, сіздің оратор болуыңызға, сіздің презентацияны жақсы айтуыңызға себепкер болады. Үшінші нәрсе, сіз адамдардың өміріне өзгеріс алып келгенге себепкер болады. Хоть контрактқа тұрмай кетсе де, мына құмсағат любой адамыңды ойландырып жібереді. Түсініңіз ба, мен сіздерге бүгін берем инструментті. Бұл диалог да, ол мен диалог составляйте, ол түсініп қалады. Ол сіздің профессионал екеніңіз көреді да, қарайды да. Опа, мына схеманы көрсетіп жатса, бұл, значит, бұл біледі бір нәрсені. Деген сізге ол жаңағы презентация оқып жатқан адамның алдында сізге абырой береді да, абырой. Түсініңіз ба? Өйткені ол действительно өзгертеді бұл схема. Түсініңіздер ма? Сол үшін аккуратно мынау жұмысқа келген кезде де, достар, мен бұған көп тоқталам, достар. Өйткені сіздің дұрыс айтуыңыз маңызды, мықты адамдарды. Мынау жұмысқа келген кезде обязательно психологически айтып түсіндіріңіз да. Кішкене енді болады, разницасын бәрін түсіндіріп кездіңіз да. Жұмысың жаман деп үйтпеңіздер, достар. Просто сен салыстырмалы түрде көрсетіп бер да. Салыстырмалы түрде.
осы схеманы түсінгеннен кейін, достар, маған мынаны көрсеткеннен кейін, достар, мен сізге айтайын, мынаны көрсеткеннен кейін мен 2 күн ұйықтаған жоқпын шынымен. Сөйтіп, осы схема менің жүйелі маркетингке келуіме себепкер болды, достар. Бұл ескірген жоқ. Наоборот, қазір нағыз, сіз айтып тұрсыз ғой, маған инструмент беріңізші, жастарды, мықты адамды жазғанға, ойын кішкене мышлениясын ауыстырғанға деп айтасыз ғой. Осы схема солардың мышлениясын ауыстырғанға керемет сізге импульс береді. Түсініңіз ба? Вот осы схема өте керемет, достар. Енді осыны сіз жазбаңыз да, осыған ударение беріңіз. Сол кезде психологически көп адамдар сізге қарап ойланатын болады. Өйткені олар ойлайды, опа, действительно, деп. Ал енді, қазір мен домашний задание бергенде оған кеп тоқталып кетем. Ендігі мәселе, енді құмсағатты мен сіздерге көп айтқан себебім, тамырына бар жүктегім кеп тұр. Өйткені адамдарға психологически разницасын көрсеткен кезде адам ойланады. Түсініңізші, мына жерге өз компанияңыз жазыңыз. Осы новичоктар, мынау керемет сіздерге адам жазатын инструмент. Кім жасайды? Талай адамдарға көрсеттім. 30-40% жасағандар қазір керемет табыс тауып жатыр. Басында сразу ақша табам дегендерге осы схеманы айтып үйрену керек, дұрыстап тұр. Түсіндіңіздер ма? Ал енді екінші, құмсағат, мынау песочный құмсағат қанша уақыт айтылады дегендерге мен айтам 10 минут, достар. Ары кетсе 15 минут айтасыз. Міне. 15 минут. Жаңағы историяң 2-3 минут еді, мына 15 минут. Енді кеттік. Осыны айтқаннан кейін, достар, құмсағатты айтқаннан кейін, сразу же компанияның енді мен сіздерге ақша табуды көрсетейін деңіз да. Үшінші нәрсе, сразу маркетинг план, достар. Компанияңыздың маркетинг планы. Мына жерде қазір любой новичогыңызға сұрақ қойып жіберем, 1-2 ай болған, кейбіреуіңіз точно маркетинг планды әлі білмейсіздер. Маркетинг планда где-то 10 минут айтылады. Приблизительно. 10 минут. Бұл регламент, достар, неге қысқа нұсқа? Қалай ойлайсыздар? Өйткені қысқа нұсқаны қазір халық жақсы көреді 21 ғасырда. Соны түсініңізші? Қысқа нұсқаны. 10 минут. Ал енді маркетинг планды айтқан кезде қайтып айтасыз. Соған тоқталғым кеп тұр. Әр компанияның өзінше мынандай маркетинг планы бар, иә? Бүйтіп көрсетейінші, достар, мұны. Бірінші сызып алайын. Достар, әр компания осындай маркетинг планы бар. Сен партнерсың дейді, түсінікті болсын, иә? Мына жерде бронза дейді, мына жерде серебро, мына жерде золото, допустим, иә, платина, енді без разницы, біреу менеджер дейді, директор, бриллиант, президент дейді. Президент. Енді көп қателікті байқадым, достар, маркетинг планы айтқанда мыжасыздар да. Мына жерде мынандай процент бар. Мына процент аяқтан келеді, мынау аяқтан келеді деп мыжып атасыздар да адамдар. Достар, ол өте үлкен қателік. Мыжбаңыздар. Не керек? Сіз түсініңізші, сіздің алдыңызға келген ол новичок. Новичок адам да, ол жаңадан келген адам. Түсініңізші, сіз де новичок болғасыз да, өстеп мыжып отырасыздар да, бір қамыр елегендей, ана процент ан жақтан келеді деп, кейбіреулер 1,5 сағат айтасыздар. От алып кетсеңіздер. Енді мен продукция туралы айтпай қойшы. Ой, продукцияға кіретін болсаңыздар, 3 сағат айтасыздар ғой. 3 сағат геморройын емдейсіздер, үшін бәрін жасап бересіздер ғой. Өстіп мыжасыздар да, сосын неғып адам келмейді деп айтасыз да, мен адам бәрі қашып жүреді дейсіз. Сол үшін қашып жүреді, өйткені сен кешіріңіз енді, қатты айтам, мыжымасың. Сол мыжымалығыңды түсінбейінше, пока қысқа нұсқа үйренбейінше сондай болады. Сол үшін мен сізге жаңа подходта қысқа нұсқа информация бергім кеп тұр. Маркетинг план қайтып айтасыз, партнерсыз ба? Партнерда ең бірінші ақша көрсетіңіз. Мына жерде 200, енді сізде барлықтеріңізде бар ондай. Мына жерде 200, мен приблизительно айтып тұрмын, достар, $300 аласың. Бронзада бізде 500 алады. Сереброда бізде $1000, $2000 алады. Золоталар бізде $5000, $10,000 алады. Платина бізде $20,000 там
40 мың доллар ғана алады. Там бриллиант бізде 150 мың доллар алады. Там президенттер бізде там 300 мың доллар алады деп ең бірінші ақшаны көрсетесіз, достар. По порядку сразу ақшаны көрсеттіңіз ба? Әр компанияда мен білем подарктер бар. Мына жерде телефон береді, допустим. Мына жерде анау неге барып демаласың Турцияға. Мына жерде путевка тегін, мына жерде автомобиль аласың. Керемет осы, достар, екі-ақ нәрсені көрсетемін мен. Көбіне новичоктарға. Нені? Өйткені маркетинг план оның арманын оятуға себеп болу керек деп есептеймін мен. Любой маркетинг планда. Өйткені адам қарап отқан кезде маркетинг планға, достар, адам қарап отқан кезде, достар, маркетинг планға мен сізге айтайын да, оған сен эмоциямен, мынау мәшіне, мынау ақша деген кезде, қараңыз, адам көз зрачоктар көтеріле бастайды, қарай бастайды. Сіз айтқан сайын түсініп тұрсыз ба? Өйткені оның мозг солай жұмыс жасайды да, психологтар айтады. И ол действительно қабылдай бастайды. Енді новичокқа не аласың? МЖБ, бәрін көрсет, как будто маркетинг план мышкетес, как будто маркетинг школа, маркетинг план мышкетес, как будто маркетинг школа өткізіп атқансыздар да? Маркетинг школа өткізіп атқан сияқтысыздар да? Сол үшін мен сізге айтайын, маркетинг школа өткізбеңіз. Маркетинг школаны қашан өткізесіз? Контрактқа тұрады ғой адам, продукцияны алады ғой. Сосын кейін барып маркетинг школаңызбен айналыссаңыз. Не аласыз ол? Миын ашты. Бұл келген новичок. Оған не керек? Оны сен өз шақырдың. Ақша табасын деп шақырдың ғой. Көрсетсе ақшаны. Түсініңіздер ма? Сол үшін мыжбаңыздар. Міне, көрсеттің. Көз жанды ақшаны көрсеттің, подарканы көрсеттің, болды. Жайлап оның арманын не істедің, себепкер болып жатсың да, жайлап оның арманын оталдыруға. О арман есіне шығып кеткен ғой адамның. Біз кімбіз? Біз сол арманды еске түсіріп оталдыратын адамдармыз, соны ұмытпаңыздар. Түсініп тұрсыздар ма? Сөйтесің, оны ақырын оталдырасың, мәшіне сияқты оны оталмай тұтқан. Вын деп тұрады да. Контрактқа тұрғаннан кейін обучениеден дұрын деп оталып кетеді ол. Түсініңіздер ма? Мен сізге айтайын, бұл жерде күлетін ештеңке жоқ. Лидер именно, сіз лидер болғыңыз келсе, сол оталдыратын адам сіз боласыз. Действительно, керемет лидер болғыңыз келсе. Осы, достар, қысқа нұсқа, сосын риск равен 0 деп осы жерде көрсетемін мен, достар. Міне, мынау сіз деймін. Адамдар неге компанияға кіргісі келмейді? Өйткені олар қорқады. Ақшамды жоғалтып аламын ба деп. Осы жерде мен сізге айтайын. Так, біздің компанияға, допустим, айтайын, $200 мен кіресіз деймін. Да. Риск равен 0 деймін. Хорошо. 0. Неге 0? Бірінші преимущество с плюс деймін. Скидка болса, скидкамен аласыз $200 продукцияны, скидка, допустим, да, болса егер сізде преимуществосы. Хорошо, мұны көрсеттіңіз. Екінші, сіздің қолыңызға реальный продукт береді. Продукт. Оны не істейсіз? Оны жеп, ішіп көресің. Керемет продукт, результаты да керемет. Өйткені осы компанияның продукциясы. Үшінші, риск равен 0. Продукцияның бәрін полностью компания іште демейді ғой. 4-5-еуін өзіңізге алып қалыңыз результат алу үшін. Қалғанын ақша керек болса не істеңіз? 25%-іңізді қосыңыз да сатып жіберіңіз. Сол кезде сіз салған ақшаңызды қайттан 4-ші не істедіңіз? Қайтарып алдыңыз. А если услуги также. У вас же есть услуги, у вас есть бонусы, услуга да солай. Допустим, если ты завтра пригласил человека, там, допустим, 2, да, в этот бизнес, как только пригласил, они тоже хотят заняться этим бизнесом, покупают эти же услуги, ты обратно что? Возвращают тебе саған ақшаңды қайтарып береді. Тура услуга да тура осындай, достар. Просто сіздер преимуществосын көріп алыңыздар да, осы преимуществосын, пользасын айтсаңыз, осы схеманы көрсеткенде көп адамдар келіп $200 жоқ деп отқан адам тауып келетін. Түсіндіңіз ба? Сосын, ешкім үшін шешім қабылдамаңыздар. Ақша жоқ деп ешкімге айтпаңыздар. Өйткені ақша көп. Ақша қай жақта болады? Ақша адамдарда. Мен ностальгиім айтатын мақсат.
За людей не решай. У людей денег много, дейтін. Мен айтам, где они, Сергей, деймін, да, вот эти деньги, десем, в банке, под подушкой. А у апашек у вас, говорит, в Казахстане, вот здесь они хранятся, говорит. Білесіздер ғой, да, вот здесь, говорит. Там есть хороший сейф, говорит. А мен сіздерге айтайын, да, мен оны түсіндім. Бір күні презентация оқып отырып, бір қалаға барып, есімде жоқ. Сіз ойлаңызшы, 40 адам болады деген, 2 апам келген ғой, 2 апам. Сол кезде ойлаңызшы, мен презентация оқығым кеп тұрған жоқтан, апалардың бетіне қарап тұрмын, не ойлап пенсияда қайдан болсын оларды ақша дедім да осы апалар. Бірақ мен наставник үйретті да, маңызды емес қанша адам, маңызды сен ақпаратты айту керексің деп. Сөйтіп мен оған презентация оқып бердім да апаларға жақсылап тұр. Білесіз ба, мына кошелектан шығарып $1000 тастады ғой апаларыңыз сол күні. 20 адам үйтіп, ондай оборот жасамайтын бір күнде. Так что, сол үшін мен сіздерге айтайын, біреу үшін шешім қабылдамаңыздар. Ал енді кеттік дальше. Түсініңіздер ғой, ә? Ал енді ең любимый сіздердің темаларыңыз продукция. Продукция. Ең любимый темаларыңыз сіздердің. Продуктіге көп уақыт жоқ тоже. 10 минут. Осыған кіру керек 10 минут. Ал енді продуктіде не айтамыз? Мыжымайсыздар. Именно продукция келген кезде оталасыздар ғой, барлықтарыңыз. Білемін, керемет жақсы көресіздер, сыйлаймын, құрметтеймін. Именно осы продукцияға келген кезде сіздер отала бастайсыздар ғой. Оталу дегеніміз не? Прям жан тәніңіздерімен айтасыздар, өткен шестер ғой. Өте жақсы. Продукцияда неге ударение беру керек? Бірінші, қандай результаттар бар? Результат. Екінші, қандай пайдалы сізге? Пайдалы. Осыған отырыңыздарда мозговой штурм жасаңыздар, новичоктар, лидерлер, қандай пайдасы бар? Қысқа нұсқа. Түсіңіздер ма? Результатқа көп ударение жасаңыз пайдаға. Болды. 10 минут там тырс айтып шығасыз, мынандай продукция, мынау печеньге, мынау почкеге, тік деп көрсет. Сосын продукцияны көрсетіп атқан кезде, желательно банклер болса ашып, попробовать етуге берсеңіздер болады. Косметика болса, жаңағы жағып көрсе болады. Потому что психологически адамдар соны жасаған кезде алғысы келеді да. Түсіңіздер ма? Сол үшін продукцияда именно қысқа нұсқа сіздерге неге беру керек? Пайдасы қандай? Сосын кейін барып, қандай сіздерде результаттар көп. Сол үшін керемет результаттарды постоянно не істеу керек? Сіздерге жинап жүру керек. Түсіңіздер ма? Өйткені жақсы результаттар олды да контрактқа тұруға пайдалы да. Сол үшін оны мыжудың қажеті жоқ. Түсіңіздер ма? Мен сізге айтайын, егер мыжғышпек болсаңыз, мыжғанды жақсы көретін болсаңыз да, қазір мен сізге берем, переживать етпеңіз, уақыт мыжатын. Қазір айтам, соған келе жатырмын. Қазір байқаймыз. Түсіңіз ба? Сомен аяқ жағына келдік, достар. Аяқ жағында енді өте маңызды нәрсеге тоқталғым келіп тұр. Түсіндіңіздер ма, достар? Енді өте маңызды нәрсеге тоқталғым келіп тұр. Ол қандай? Презентацияның басы қалай басталады? 2-3 минут. Басы. Сол 5 минутты психологтар айтады, жақсы сіңіреді адам дейді да. Сосын ортадағы ақпаратты жақсы сіңірмейді дейді. И аяқ жағын жақсы сіңіреді дейді. Аяқ жағын. Енді аяқ жағында, достар, көп қателік жасаймыз. Қандай? Акасы сделканы жаппаймыз. Лидерлерге айтып атқан жоқпын. Лидерлердің көбісі де сделканы жаппайды. Ол дегеніміз не? Сделканы жабу деген новичоксың ғой, өзің алып тұрсың, сол моментте лидерлерді көбісі жаппайды да сделканы. Айтып болдыңыз, айтып боласыз да, мен бұрын мынандай қателік жасайтын. Сұрақтар бар ма деймін да, сұрақтар. Енді елдерге сұрақтар бар ма десеңіз, түсініңізші, жаңадан келген новичоктар, тем более біз қазақтар бар ма? Өзіміз, Біз мен наставник айтып, вы скромные люди, дейді да, казахи, хороший характер, но не оплачиваем, дейді да. Мен бір нәрсені түсінгенім, біз ұяламыз, қысыламыз. Новичоктар да, мен мынандай ашып көп жасайды, сұрақтар бар ма десем,
сұрақтар жоқ дейді маған. Қарайсыз, бәрін демей отырып бүйтіп умный лицо создавать етіп жан жағына қарап. Сосын онда сұрақ жоқ болса, сау болып тұрыңыздар, мен осындаймын өткізгенім, рахмет сіздерге деймін да, мен тұрып кетіп қалатын. Кім сөйтіп істейді қазір, айтыңызшы? Дұрыс емес екен. Соны түсініп, дұрыс емес екен. Ал енді наставнигім айтты, мақсат это неправильно. Я говорю, что нужно? Закрывай сделку. Как закрывать? Так, сұрақ қоймай ма? Насильно шығар сұрақ дейді да. Насильно. Ол деген енді мұқият тыңдаңыздар. Сол моментте аяқ жағында сіз айтыңыздар. Осымен уақыт бітіп бара жатыр. У меня есть вопрос к вам. Прям жақындайсыз. Алдыңызда адамдар тұр ғой. Скажите, пожалуйста, дейсіз. Вот слушайте. Айтыңызшы, кешіріңіз. Сұрақ қойын мен сізге. Кешіріңіз. Не сізге ұнады? Продукт па или бизнес па? Прям барасыз адамға. Продукт па, бизнес па? Біреу скромный ма, бүйтіп қарайды саған. Бүйтіп жақындаған кезде адам бүйтіп қарайды. Бүйтіп психологически, сондай да, психология түсініңізші. Ол сасқалақтап қалады да, продукт дейді сізге. А біреу болса бизнес дейді. Сөйтіп 4 адамға барасыз да, сізге не ұнады дейсіз да, адамдар ғой. Уже 3-ші адам айтады, мен осыны тексеріңіздерші. Бизнес дейді, продукция дейді. Сол кезде адамдардың дауыс шыққан сайын, ана қысылып отқан адамдар бар ма? Олар да дауыс шығып, маған продукт ұнады, маған бизнес дейді да. Түсініңіз ба? Ал енді сіздердің уақыттарын ұстамашты, солардың сұрақтарын бәрін шығарып аламын. Қандай сұрақтар бар, бизнеске сұрақтарыңыз бар ма деп. Уақыттарыңызды ұстамаш үшін деймін да, сұрақтарын алып аламын да, дискуссия кірем да. Ал енді мен аяқтадым, рахмет. Жаңағы бизнес ұнаған, продукция ұнаған кісілер қалсаңыздар болады, біреудің алтын уақытын ұстаудың қажеті жоқ. Мен сіздермен сөйлесем дейсіз. Сол моментте қараңызшы, тактика. Сөйлесем дегенде ана кісілер бүйтіп тұрып отырып қалады. Психология. Біразы тұрып кетіп баратқан кезде кейде мен бүйтіп қараймын да, тоқтаңыз, кешіріңіз, бітті, сіз жаңа бизнес қызық деп отыр едіңіз ғой. Деп түртем, сол кезде ақырын барған кезде олар қарайды да былай. Бизнесте не ұнады сізге? Деймін да, ақырын, осы жерде мен сделканы жабамын. Түсініздер ма? Сделканы жабамын да. Ол бір түрім менің. Егерде жаңа қызық болмайтын болса да, ол жерде. Сөйтем да, отырғызам да, тоқтаңыз, деймін да, более подробно. Неге мен ол сұрақты қоям, достар? Мен өз уақытымды экономдаймын. Мен білгім келеді оның мін мұқтажын. Өйткені кейде біз сұрақ қоймай мін мұқтажын білмейміз. Сразу о продукция десе, мен оған бизнес түсіндірмеймін. Түсініңізші, продукция деймі, мен оған бизнес түсіндірмеймін. Неге? Өйткені оған продукция қызық. Мен продукция арқылы оған контрактқа тұрғызып жіберем да. Ал ол бизнес деймі, мен оған продукттың түсіндірмеймін, достар. Мен оған бизнесте ақша табуды көрсетем да, и контрактқа тұрғызып жіберем да, түсініңіздер ма? Ол ойланам дейтін болса, өз жерде де барьер қоям мен. Ойланам деймін ба, хорошо. Ақылдасайын деп бердіңіз, хорошо, давайте. Кіммен ақылдасасыз? Ол желі маркетинг біле ма деп, как бы блоктар қоя бастаймын да. Сұрақ қою арқылы да, түсініңіз ба? Ал енді тағы бір закрытие сделканы айтайын. Презентация бітті ма? Сразу же. Кімге что понравилось, да? Кімге не ұнады? Дейсіз ғой, сол моментте мынандай закрытие сделка бар. Бүгін компаниямызда бар ғой, бүгін акция болып жатыр. Қазір именно чем 1000 раз пробовать, лучше, 1000 раз слышать, 1 раз пробовать дейді. 1000 рет естігеннен гөрі 1 рет дәмін тат деймін да. Сөйтемді көріңіз деймін да. Өйткені көптеген адамдар осындай результаттар алып жатыр деймін. Қазір сізде мүмкіндік бар. Қазір алсаңыз компанияда осындай акция бар. Ертең ол болмайды. Так что қазір алып қалыңыздар. Или мына продукцияға промоушн берем. Бұл дефицит. Қазір барда пайдаланып қалыңыздар. Сөйтіп барып, интересі бар адамдар уже сұрақ қояды. Сол сұрақты шығару арқылы, дискуссия арқылы аураны көтеріп аласыз да. Сөйтіп қызығады да. Сөйтіп 1-2 адам эмоцияға беріліп, жаңа аураға қызыққаннан кейін уже сұрақ қойса, қалған адамдардың бәрі жүгіріп келеді. Ол дегеніміз не? Сіздерде болды ма? Бір жерде очередь тұр, особенно әйел балдары, очередь тұрса, кетіп баратсың, очередьте, бірақ сұрамайсың, не очередь екен, барып жүгіріп барып тұра қаласыздар ғой. Түсініздер ма? Ол дегеніміз ол адам мынандай дефицитті жақсы көреді да адам өзінше. Түсініздер ма? Неге ана көп нелерде, допустим, тренингтерде айтады, болды, орын жоқ, там ана форумда да сөйтіп жатасыздар ғой билет, потому что дефицит жақсы көреді да, как бы мания величия бар да адамдарда. Так что ол да психология да.
Түсініп тұрсыздар ма? Ол да психологияда. Сол үшін сделканы жауып үйреніңіздер. Хорошо? Сонден бар, біреу егер отказ беріп кетсе, оған 24 сағаттың ішінде хабарласып, егер сізге ұнайтын болса, онымен связьда болу керек та. Оны убеждать етудің қажеті жоқ, оны сұрақ қою арқылы. Оның бәрін мен сіздерге үйретемін. Өстіп сделканы жабыңыздар. Болды, мына сұрақ қойған жоқ деп шығып кетпеңіз, мен қателігін жасамаңыз. Тұртыңыз адамдар, олар ұялады, олар қысылады, олар новичок, мен де қысылғам, сұрақ қойғым келмейді. Өйткені олар бит қарап отырады, тағы тупой сұрақ қойып қоям ба деп ойланады. Өйткені ол новый адамды түсініңізші. Осы мәселеге мен тоқталғым келіп тұр да, осы нәрседе. Осыны сізге дұрыс түсініп алыңызшы, осы новый подход. Осы подходты жасап үйренсеңіз, сол кезде сізге керемет адамды тарта бастайсыз. Оны жасау үшін сізге үйрену керек. Үйрену үшін мен сіздерге подход берейін. Түсіндіңіздер ғой, да? Түсіндіңіздер ма? Енді мынаның соң жағына сделканы жабу. Сделканы жабу керек. Сұрақ қою арқылы. Обязательно бір-екі адам үндемей қалма, 4-ші, 5-ші, 6-ші адамға барыңыз. Түртіңіз. Маңызды адамдарды түрту сол жерде. Сол кезде олар уже ояна бастайды. Бір оятып алғаннан кейін оны контрактқа жазып жіберу жеңіл болады. Сұрақ қою. Міне, осы принциптен тұрады компанияның презентациясы. Міне, инструмент осы, достар. Түсініңіздер ма? Осы өте маңызды сіздер үшін. Ал енді сіздерге мынау домашний задание бергім келіп тұр, достар. Үй тапсырмасы, достар, үй тапсырмасы. Келесі обученияда кертартпа түсініктер, психологически сіздерге қалай жұмыс жасауды көрсетем келесі обученияда. Үлкен инструмент берем. Сол инструмент жасап үйренсеңіздер, достар, Алла тағаланың қалауымен сіздер үлкен жетістікке жетесіздер, түсініңіздер ма? Обязательно. Ал енді домашний задание дегеніміз мынау, достар. Новичоктарға айтарым, келесі обученияға әрқайсыңызға осы презентацияны 2-3 адамға түсіндіресіздер. Егер карантинде отсаңыздар, онлайнмен, телефонмен, айтып жіберейін ба қалай? Любой подружкаңа, досыңа звонда, айтайын, кеше мен бір жақсы керемет схема естідім. Прям шындықты айтыңыз, тренингке қатыстым, подружка, вот бір керемет схема естідім, сенен бөліскім кеп тұр, давай деп осы телефонмен сол схеманы көрсетіп жіберіңіз. Егер карантинде емес па, офлайндасыз ба, онда тренировканы бастаңыз бүгіннен бастап. Етіңе айт, күшігіңе айт, айнаға айт. Бірақ мен сізге айтайын, енді осы жерде жарыс керек болып тұр. Кім көп встреча жасайды, соларды поощрять етем прямой эфирге шығарып. Түсініңіз ба? Бізге үйрену маңызды, түсініңізші. Бірінші контрактқа тұрғызу маңызды емес, түсініңізші. Сразу фундаменттен дұрыс бергім кеп тұр. Бірінші бізге айтып үйрену маңызды. Біреуді контрактқа тұрғыз деп атқан жоқпын. Айтып үйренейік, тренировка керек. Тренировка көп жасайық, түсініңіз ба? Сол үшін әрқайсыңызға жазыңыз. Жоқ дегенде, кем дегенде 2-3 встреча. 2-3 встреча жасаңыздар, әрқайсыңыз. Енді қараңыз, құмсағатты айтып үйреніңізші. Мейлі, маркетинг планды сіз білмеуіңіз мүмкін, да, ертең сіз ақталасыз мен маркетинг план білмеймін, продукцияны білмеймін деп. Мен сізге жеңілдетіп берейін, да. Анау, құмсағатты айтып үйреніңізші. Қолыңызға ручка алыңыз да, сөйтіп, қазір мен сіздерге айтайын, қазір обучение бітемі, отағаңды шақырып ал. Басқа адамдар шақырып ал, үйінде бар ма адам? Кеш мен саған бірнан түсіндіріп жіберейін деңіз да, мен түсіндірген нәрсені оған түсіндіріңізші. Бір нәрсені түсініңізші, сіздің бойыңызға ілім-білім болып тез қалыптасатын бір құрал берейін ба? Біреуге айтқан кезде, біреуге айту арқылы біз де тез үйренеміз да, түсініңіз ба? Негізі мен сіздерден көп нәрсеге үйренем.
Сіздер менен емес, мен сіздерден көп нәрсеге үйренем. Тәжірибе да, достар. Сол үшін әрқайсыңызға кемінде 2 встреча. Новичоксыз ба? Бір күн болды ма келгеніңізге? Без разницы. 2-3 встреча. Тәжірибеде үйренеміз. Онлайнмен әрқайсыңызға жоқ дегенде бір встреча обязательно. Обязательно отчеттарыңыз беріңіздер. Осыны жасаңыздар, достар. 2 встреча. Білмейтіндерге маркетинг поправка. Хотя бы құм сағат 3-4 адамға көрсетіңізші. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз сіздің страхыңызды алады. Құм сағатты көрсету арқылы сізде қорқыныш қаша бастайды. Сосын кейін бар, мен саған бизнес предлагать етемін деп айтпаңыз. Құм сағатты көрсете беріңізші. Құм сағатты көрсетіңізші. Құм сағатты көрсетіңізші. Сол кезде ода сұрақ пайда болады. Сұрақ кезде уже маркетинг планды айтасың да. Ал енді не істейміз, мынауың керемет екен ғой. Енді не істеуге болады деген сұрақ қояды. Любой адам қояды, мен сіздерге айтайын. Любой адам құм сағаттан кейін сұрақ қояды, не істейміз? Сол не істейміз деген кезде уже маркетинг планды көрсетіп жібересің да. Түсініңіз ба? Терпение, достар, бетіне қарап соны көрсетіңіз. Бала шағаңыз, балаңыздың мышлениясын ауыстырғыңыз келе ма? Балаңыздың, отағаңыздың мышлениясын ауыстырғыңыз келе ма? Қоршаған ортаңыздың, достарыңыздың, бауырларыңыздың мышлениясын ауыстырғыңыз келе ма? Құм сағатты көрсетіңізші. Құм сағат. Мен сізге айтайын, құм сағатты мен өте жақсы көрем. Өйткені ол тек қана адамды контрактқа алып келуге жұмыс жасамайды. Ол адамдардың әл ауқатын дұрыстыруға, адамның ой санасын өзгертуге келген схема. Ол бүткіл адамзатты өзгерте алатын құм сағат бұл. Өйткені көп адамдар білмейді, оны естіп көрмеген. Сіз соған себепкер болсаңызшы. Түсініңіз ба? Өзгеріс деген сол. Сіз 1-2 адамға өзгертесіз. Ол адам аналарға сөйтіп кете береді. Түсініңіздер ма? Сол үшін обязательно наставниктеріңізге или звондап, партнерларыңызға, простой подругаларыңызға, біз осындай задание болып еді, мынаны айту керек, давай мына жерде сен мнениең бар еді, айтып жіберші, қандай уақытта, давай, қай уақытта келісеміз, давай, мен саған сағат 5-те звондаймын онлайнмен, маған бір 25 минут уақытыңды бөлші, бір схема бар еді, сонымен көрсеткім кеп тұр саған деп. Сол не үшін? Өйткені ол саған тәжірибе үшін керек. Маған бүйтіп айтатын, наставнигімен сұрақ қойдым. Сіз маған мынандай сұрақ қойсаңыз, презентацияны кім жақсы айтады? Анау, қазір, тоқташы, мен дайындалып жүрмін, қазір мен айтамын, 1 ай берші, 2 ай берші деген адамдар ешқашан жақсы айта алмайды. Презентацияны кім жақсы айтады? Уже бүгіннен бастап, итіне, күшігіне адамдарға айтып жүрген адам уже жақсы айта алады презентацияны. Түсініңізші, ол практикада. Сөйтіп андай адамдар олар жақсы айта алмайды. Түсініңізші, сол үшін үйрену керек. Менің де мақсатым хотя бы 5 күндік тренингте осы құралдармен бәрін освоить етпесеңіз, хотя бы презентация айтуды үйреніп алсаңыз, мен сізге айтайын, оның өзі мынандай болады сіз үшін, мен сізге айтайын. Осыны, сосын встреча жасауды, солардың бәрін меңгеріп алсаңыз, мен сізге айтайын, мынандай керемет дүние болады. Өзіңіз ақша табасыз. Түсіңіздер ма? Уақыт болып қалды ма? Менде мына жерде уақыт жоқ екен. Міне бүгінгі таңда почти 2 сағат болды, достар. Мен ойлаймын, сіздерге ұнап жатқан шығар деп. Сосын мен айтайын деген, достар, тағы бір маңызды мәселе, менің основной аккаунтыма да жазылыңыздар. Өйткені мынау тренинг бітеді ғой, мынау 10 күндік тренинг. Содан кейін барып мен основной аккаунтпен сіздерді қалай жұмыс жасап жатсыздар, сөйтіп основной общий аккаунтпен де сопровождать етемін. Түсініп тұрсыздар ма? Эфирге шығып обязательно ары қарай 1 айдай сұрақ жауап, мынау болмай жатыр, мынаны қалай істеймін дегендеріңізге, барлықтарыңызға 1 айда прямой эфирде ел қызығатындай қылып сіздерге приоритет беріп, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Түсіңіздер ма? Так что, достар, үлкен рахмет, осы нәрсені сіңірейік. Ертең осы сабақтың орысшасы болады. Орысшасы, тура осы теманы орысша ашықтаймын ертең. Ертең де қатысыңыздар. Біз енді қазақтар бізге негізі везет, да? Ойлаңызшы, өйткені біз қазақша да білеміз, біз орысша да білеміз, да? Өйткені 2 сабаққа да біз қатысамыз, да? Түсіңіздер ма?
Сосын кейін барып мынау осы сіздерге себепкер болған наставниктеріңіз, соларға бір алғыс білдіріп қойыңыздар, иә. Солардың арқасында мен оларға себепкер болдым. Олар сіздерге себепкер болды. Өйткені мен сыйлаймын, құрметтеймін сіздің наставниктеріңізді. Неге? Өйткені олар тек қана сөздің адамы емес, олар әрекет ашып, мені шақыртып, осы обучениеға қатысшы, сенің өміріңе өзгеріс келеді деп өстіп әрекетпен, амалымен лидерлерді көрсетіп отқан. Мен түсінемін оларға қандай ауыр болды, сізді осы обучениеға алып келу, осыған кіргізу, бошы, өзгересің, ұрсып та кіргізген шығар барлықтарыңызды. Бірақ мен байқаймын, разы болып отырсыздар ма? Әлі бұл бастамасы, достар. Әлі көп дүние бұл аласыздар, түсініңіздер ма? Аккаунт мақсат нижний пробел Ануарбеков. Обязательно мен бүгін анау неге жаздырып қоям, ертең қойдырып қоям. Мақсат деп жазасыз, нижний пробел Ануарбек. Ағзат мырза, жаңағы басқа да мырзаларға, наставниктеріңізге үлкен рахмет айтыңыздар. Ол себепкер да, оның ниеті жақсы да, ол сен өзгергеніңді қалайды да, сондай адамдар ләйім көп болсын. Достар, біз де сондай адамдардың арасында болайық, достар. Так что соған, сол адамды бойымызға қалыптастырайық. Рахмет, достар, сіздерге. Жақсы, сау